Сәлеметсіздер ме қатысушылар және әділ қазылар алқасы. Мен экоблогер сайысының қатысушысы Түпқараған ауданы, Таушық ауылы, жалпы білім беретін шақта мектебінің 8-ші сынып оқушысы Бекбаулы Жұлдыз Бағдатқызы. Маңғыстаудың қай ауылына барсаңда өзіне бір ерекше сипаты болады. Сол секілді біздің Таушық ауылының ерекше жерлерінің бірі саябақ. Біздің ауылымызда осындай саябақ бар. Бұл тек қана ағаштар мен гүлдерді мекен емес, бұл ауылымыздың жүрегі. Кішкентай сәбилердің естелікке толы мекені, үлкендердің тынығып отыратын жері. Бұл табиғат пен адамдардың үндесетін мекені. Алайда, былтыр көктемде бұл саябақтың ағаштары жай көктеді. Осы орайда Таушық ауылының зейнеткер биологы Айбала апайымызға саябақ туралы сұрақтар қойған болатынбыз. Сәлеметсіз Айбала апай, былтыр көктемде саябақтың ағаштары жай көктеді. Себебі неден болуы мүмкін деп ойлайсыз? Бұрынғы кездерде осы бір жағына жаңағы органикалық тыңайтқыштарды, малдың күбірін жинап қойып, күзде сол күбірді ағаштардың айналасына төгіп, қарды жинап ағаштардың түбіне. Сондай жұмыстар жүргізілетін еді. Сол жұмыстар соңғы кезде дұрыс жүргізілмей қалды деп ойлаймын. Өзі құнарсыз топырақ. Ол нәрлендіріп отырмаса, ағаштың құнары, жерден алатын құнарлы заттары азаяды да бүршіктемей қалады. Ол үшін күзде дайындық жасау керек. Күзде ағаштар жапырақтарын түсіреді. Сол уақыттарда ағаштың айналасын кеңейтіп, оған нәрі заттарды көң, енді ауылдық жерде малдың сірә қиы жетеді. Адамдардың да сол жауапкершілігін арттырып, күбірді қайда төгілерін білмей отыр, әкеліп, төгіп, сол ұйымдастырса, нәрлі, құнарлы заттары болса, бүршік беріп, ағаштар жапырақ жайып өседі дұрыс. Сосын екінші себебі, бұл ағаштар уақытында мына бұтақтары қиылып, кесіліп отыру керек. Бұтақтары да дұрыс кесілмесе, енді көбейіп кетсе, оған нәр қайдан жетеді? Табиғат та тірі ағза секілді, ол да жанашырлық пен күтімді қажет етеді. Іргесі сонау 1939-1940 жылдары қаланған Таушық ауылының саябағында 800-ден астам ағаштар отырғызылған. Былтыр да ауылымыздың әкімі Нұржан Бақтыбайұлы осы жерге көптеген жас талдарды енгізді. Саябақты сақтау тек әкімшіліктің міндеті емес, барлық адамзаттың міндеті. Саябақ біздің болашағымыз. Біз бүгін табиғатты қорғасақ, табиғат ертең бізді қорғайды. Әсем табиғат біздің ортақ байлығымыз. Табиғатты аялайық, саябақты бірге сақтайық.